Ассалаумағалейкум достар, Рамазан айы құтты болсын. Бүгін біз сіздермен ауызашарға өте жеңіл әрі тез дайындалатын жасымық сорпасын жасаймыз. Ол үшін бізге қажетті заттарын турап аламыз. Біз бәрін көбіктеп турап алдық, енді жасымықтан басқасын бәрін қуырып аламыз. Қуырға кірісейік. Мен бірінші сковородканың ішіне май құйып алдым, енді біз оның үстінен пияз саламыз. Араластырамыз. Осылайша барлығын қуырып аламыз. Зажаркасы дайын болғанға шейін енді біз жасымықты бөлек ыдыста суға пісіріп аламыз. Ол 15-20 минуттай піседі. Енді дәміне қарай тұз бұрыш салып аламыз. Сіздер өздеріңіз ұнайтын дәмдеу салсаңыздар болады. Араластырамыз. Мінекей әдемі болып қуырылып жатыр. Енді біз оның үстінен су құямыз. Картоп піскенге шейін қойып қоямыз. Мінекей біздің зажаркамыз да, жасымығымыз да дайын болды. Енді біз екеуін біріктіріп, 10-15 минутқа достасқанша қайнатып аламыз. Мінекей біз екеуін біріктіріп алдық. Енді мен оның үстінен кішкене су қосамын. Сіздерге сұйықтық ұнаса, суын көбірек қосасыздар. Мінекей достар, біздің көжемізді дайын деп те айтуға болады. Енді біз оны блендермен бір қалыпты масса болғанға шейін кесіп аламыз. Мінекей достар, біздің жасымық сорпамыз дайын. Түріктердің асханасынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Тісі қандай әдемі болып шыққанын қараңыздар. Егер де сіздерге менің рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазыңыздар. Және де комментарийға сіздердің не қалайтындарыңызды жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде жасап көремін. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.